Абылай хан заманында қазақтар жоңғарларды, қытайларды жеңіп, тәуелсіздікке қолы жетті. Абылай хан 300-дің басын қосып, барлық билікті өз қолына ала білді. Абылай хан қайтыс болып, Уәли хан билікке келгенде әкесі сияқты жетістіктерге жете алмады, бірақ хандық билікті жоғалтпады. Оның мұрагері Ғұбайдолланы орыстар хан деп мойындамай Сібірге айдап жіберді. Орыс патшалары қазақтардың алауыздығын пайдаланып, отарлау жүйесіне белсене кірісті. Билік басындағы ақсүйек шонжарларға көптеген сый-сияпат ұсынып, өз жағына шығарды. Байлыққа мастанған болыс басылары халықтан салық жинаумен ғана айналысты. Орыстар Сібір казактарынан отряд құрып, қазақтардан шұрайлы жерлерін тартып алып, малдарын жайғысы келсе салық беруге міндеттеді. Қазақтар өз жерінде жүріп, амалсыз биліктегілерге бір бөлек, орыстарға бір бөлек салық төлеп тұрды. Осындай езгіні көріп Исатай, Махамбет сияқты батырлар шыдап тұра алмай көтеріліске шықты. Кенесары 1836 жылы батыстағы Исатай мен Махамбет бастаған халық көтерілісіне қолдау көрсетті. Артынша өзі де көтеріліске белсене араласып, қазақ халқының тәуелсіз болуын армандады. Қазақтар Кенесары хан болып сайланса да, барлық қазақ жаппай қолдау көрсетпеді. Оның бір қатар себептері бар болатын. Билікте отырған болыс рубасылары орыстардан тұрақты түрде сый-сияпат алып отырып, айтқандарын екі етпеді. Кенесары бұндай парақорларды аяусыз жазалады. Әділеттік үшін айта кету керек, Кенесары қатыгез адам болатын және өзіне қолдау көрсетуден бас тартқан ауылдарды шауып кететін. Сондықтан біршама қазақтар Кенесарыдан іргесін аулақ ұстайтын. Кенесары соғыспастан бұрын барлық қадамдарын ойланып шешім қабылдайтын. Ресей патшасы Николай I-ге дипломатикалық мақсатта адам жіберген. Николай I өз жауабында бір мемлекетте екі патша билік құра алмайды деп қайтсек те, отарлап аламыз деген бетінен қайтпады. Кенесары артиллерия сынды қарулардың маңызын түсініп, артиллерия жасаудың шеберлерін өз жеріне жинай бастады. Бірақ қазақтар көшпелі болғандықтан және бекіністерді ұзақ уақыт қорғап тұру қиын болғандықтан Кенесары бұл істе айтарлықтай табысқа жете алмады. Өзбек қырғыздармен одақ құрып, бірігіп отаршыларға соққы береміз деп үміттені, бірақ қоқан билеушілері Кенесарының бауыры Саржанды өлтіріп тастады. Керісінше Кенесары қазақ әскерінің негізін алып, орыстармен соғысып жатқанда өзбектер оңтүстік Қазақстан аумағына шабуыл жасап, озбырлық көрсетті. Кенесары оңтүстікке келіп, қазақтарды құтқарып, өзбектердің Созақ, Жаңа Қорған, Ақмешіт қамалдарын басып алды. Кенесарының әскері Ресей әскерімен Ресей жағында күресуші қазақ сұлтандарын бірнеше рет ойсырата жеңді. Кенесарының өлімі жайлы екі дерек келеді. Бірінде орыстармен келісіп алған қырғыз манаптары өлтірді десе, екінші деректе Кенесары Шу аңғарында қоршап алған қазақ отрядтары өлтіру мүмкін дейді. Себебі оның басы үшін патшалық Ресей қомақты сыйақы тағайындаған. Орыстар Кенесарыны жай өлтіре салмай, басын кесіп трофей ретінде Ресейге алып кетуінде үлкен мағына бар. Хан дегеніміз бас, халық дегеніміз дене. Денені басынан айыру бұл қазақ халқының басын алумен тең дүние. Кенесары дарынды қолбасшы қазақ халқының тәуелсіздігін алып беруге бар күш-жігерін жұмсаған бір туар ер ретінде халық есінде қалды. Қазақтар оны жаппай қолдамаса да, мықты қару-жарағы болмаса да, өзбек қырғыздармен соғыс жүргізе отырып, 10 жыл бойы мұздай қаруланған орыс әскеріне бой бермеді. Өзбектер мен қырғыздар өте үлкен қателік жасады. 2 ғасырға жуық қазақтар орыстарды Орта Азияға жібермей ұстап тұрды. Кенесары қайтыс болып, қазақтар жеңіліс тапқанда орыстар көзді ашып жұмғанша өзбек, қырғыз, тәжіктерді басып алды. Егер Орта Азия түркілері бас қосып, ортақ жауға қарсы келгенде ешқандай Ресей боданы деген термин болмас еді. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.